Сәлеметсіздер ме? Бүгін жас аспазшы үйірмесінің шеберлік сағатында адам ағзасына пайдалы, дәрумендерге толы жеміс жидектерден желе жасаймыз. Ол үшін бізге желе керек. 2 алма, 2 мандарин, банан және жүзім керек. Енді желеміздің шәрбатын дайындау үшін 1 литр су алып, оны бір ыдысқа құямыз. 100 грамм пакеттегі желені алып қосамыз. Жақсылап араластырып, осы дайын болған сұйықтығымызды 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Желеміз 5 минут бұғып тұрған кезде біз алманы ұсақ төртбұрыш қылып турап аламыз. Екі алманы турап, мөлдір ыдыстарға саламыз. Бұғып тұрған желемізді қайнатқанға жеткізбей, қатты қыздыруымыз керек. Ең бастысы араластырып тұру керек. Міне желеміздің шәрбаты дайын. Енді бұны алманың үстіне құямыз. Алма кішкене көтерілсе ештеңе етпейді. Желе қатып, бір-бірімен ұсталған кезде әдемі болып көрінеді. Десертіміздің бірінші қабаты дайын. Енді желе қатқанша тоңазытқышқа қоямыз. Желеміз дайын. Енді десертіміздің екінші қабатына кірісеміз. Оған біз жүзім, мандарин, банан қолданамыз. Бананды әдемілеп, 2 мм дөңгелек қып турап аламыз. Десерттің екінші қабатына кірісеміз. Екінші қабатына мандариндер мен банандарды саламыз. Міне банандарды әдемілеп салып шықтым. Енді мандариндерді дізем. Гүл пішінде. Арасына жүзімдерді қосып қоямыз. Әдемі сән беру үшін жүзімдерді міне мен 2-ге бөлдім, қақ бөліп ортасынан. Десертіміздің келесі қабатын безендіріп болдық. Екінші пакеттегі желені қыздырып, үстінен құямыз. Әдемілеп. Желемізді құйып болдық. Енді екінші қабаты қату үшін тоңазытқышқа қайтадан қоямыз. Тоңазытқыштағы десертіміз дайын болды. Жас аспазшы үйірмесінің шеберлік сағаты өз мәресіне келіп жетті. Осындай десертті сіздер де жасай алады деп үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.